Қалдарыңыз қалай? Дауысты тексеріп алайық. Міне. Бүгін біз асо техникасымен жұмыс жасайтын боламыз. Асо техникасымен жұмыс жасау үшін бізге мынандай маркер керек болады. Екі жақ жаны бар. Одан кейін осы нейрографика жұмыс жасау үшін бізге түрлі түсте мынандай карандаштар керек болады. Енді асо техникасымен жұмыс жасау үшін бізге выброс жасау керек. Выброс дегеніміз біз ішіміздегі ашу ыза демалып аламыз. Мен қазір жіңішке жағымен бастайын. Мына, демалып аламыз. Мына, мынандай бір сызық. Енді осыны аламыз да, мынау қазір жіңішке жағы, осыны аламыз да, біз жан жаққа мынандай қосымша линиялар жіберетін боламыз. Нейролиниялар. Қай жерге келіп тоқтадық, сол жақта, мына жақтан тұйықталып қалса, соны біз созамыз. Мына жерде мынау жетпей қалды, мынаны соңына шейін шығаратын боламыз. Мына жерде тұйық тізбек қалып қойса, соны шығаратын боламыз. Қай жерде домаланып тұр, солардың бәрін сыртқа шығарамыз. Мынау біздің ішіміздегі нәрсе. Жаңағы сызып өткен нәрсемізді, сызығымызды қайтадан нейролиниямен үстінен бастырып өтсек болады. Міне. Жасадық. Міндетті дәл үстіне түсу міндетті емес. Нейролиния бұл біздің мынандай сызықтар, жұмсақ сызықтар. Енді бұл жерде трансформация қалай болады? Мына жерде біз көп сызбаймыз, өйткені уақытқа байланысты. Мына жерде қиылысқан сызықтар бар, сол сызықтарды біз бұрыштарды жұмсартамыз. Мынау біздің ішкі линиямызды қайтеміз, ішкі көңіл күйімізді сыртқа шығару үшін керек нәрсе. Мына жерде тұйық тізбек бар. Оны тоже мына жерден үстінен шығарып өтеміз. Келесі, мына жақтан линияларды жіберетін боламыз. Міне. Сол менде бұлай түсті. Келесі, мына жерде домаланып қалған сызық бар, мына жақты бұлай түсеміз. Енді бізге не істейміз? Мынау бұрыштардың барлығын жұмсартып шығамыз. Разглаживание деп аталады. Ең бастысы терапия осы жерде басталады. Егер бастарыңыз ауырып отырған болса, оның барлығы осы моментте, осы сәтте сіздерге әсер ететін болады. Нейролиниялар бұл біздің ішкі көңіл күйімізді қалыпқа келтіруге жақсы көмектесетін болады. Міне. Міне, мына жұмыстар. Мына жерде линияларымызды былай түсіретін боламыз. Мына жерде қай жерде тұйық тізбек бар, қай жерде қиылысқан нүктелер бар, солардың барлығын біз не істейміз? Жұмсартып шығамыз. Мына жерде менде көбірек не бар? Қиылысқан нүктелер көптеу болған екен. Бұл қандайды бір нәрсенің шешімі осы жерден босатып шығару керек деген сөзді білдіреді. Жұмсартқан кезде линияларыңыз үшкір болып қалмау керек. Міне, осылай жүреміз. Мына жерде қай жерде бізде линиялар бар? Бұны не істейміз? Сыртқа шығаратын боламыз. Әдемілеп түсіреміз. Бұл жерде кейбір адамдарды жасаған кезде крестик қойып қояды. Ол дұрыс емес. Крестик болмайды. Өзеннің жаңағы ағып атқан, жан жаққа тармақталып келеткен сағасы болады. Өзенге ағып атқан судың өзі бір жақта жүрмейді, кейде ол басқа жаққа қарай бұрылып кететін жағдай болады. Мынау дәл сол тәрізді. Біз не істейміз? Бұл жердің барлығын жұмсартып шығамыз. Өзеннің арнасы десе болады, су ағып атқан. Мыналарды біз жұмсартамыз,
міне осылай шығады. Қай жерде қиылысып тұр нүкте, сызықтар қай жерде қиылысып тұр, соны білеміз. Сосын мына жерге келдік те, мына жерде жіңішке бар. Енді мынаның үстінен қайтадан жүргізіп шығарамыз. Ол міндетті емес, дәл үстінен дәл түсу. Міне мына жерден адамның миында қаншама блоктар бар. Осы блоктарды не істейміз? Осы нейролиния жұмыс жасаған кезде сол блоктар басталады. Міне. Біздің ең керекті нәрсеміз осы. Аны былай жүргізедік. Келесі, одан кейін архетипирование деген болады. Архетипирование бұл бояуды көрсетеді. Одан кейін барып архетипированиядан кейін біз не істейміз? Біз қандайды бір мәселені қойдық, мәселені шешімін біз әлемге жіберуіміз керек. Сол кезде мына жерде мынандай домалақ сызатын боламыз. Бірден мен домалақты сызып аламыз. Себебі бұл домалақты сызу арқылы біз не істейміз? Біз әлемдегі өзіміздің ішкі запросымызды әлемге жіберетін боламыз. Міне. Енді бұл жерде тағы не пайда болды? Бұл жерде қиылысқан нүктелер пайда болды. Осы қиылысқан нүктелерді біз қайтадан ары қарай мына жерде барлығын алып тастауымыз керек. Бізде терапия осы сәтте болады. Осы сәтте терапия. Сіздің басыңыз ауырып кетуі мүмкін, денеңіз ауыруы мүмкін, көзіңізден жас шығуы мүмкін. Бұл осы процесс сізге әсер етіп жатыр дегенді білдіреді. Осы әдіспен біз мектеп оқушыларына жұмыс жасаған кезде олардың бойындағы қорқыныш, ұлттық бірыңғай тестілеу алдындағы уайым, стресс, солардың барлығын осы арқылы шығарамыз. Бұл тек қана оқушыларға емес, сол оқушыларға сабақ беретін мұғалімдерге, ата-анасына, барлық адамдарға әсері өте керемет. Мына жерде жіңішкелеу болып қапты, мына жерде мен тағы да толықтырып жіберетін боламын. Мына жердің бәрі әдемі түсу керек. Сондықтан бұл процесс адамға әсер еткен кезде, қорқыныш шыққан кезде адамда өзінде сенімділік пайда болады. Өйткені кейбір жағдайда адамдар эмоциясына байланысты ішіндегі ойын айта алмайды, ішінде сақта қалады. Біреуді ренжіттім балағым-ау деген уайым болады. Немесе ол адамға айтса да қатты айтып кетуі мүмкін. Сондықтан ол ашу ыза барлығы қайтеді, ол адамда бәрібір қалып қоятын болады. Мысалы, былай тұр. Қалып қоятын болады. Сол ашу ызаны кетірудің жолы осы. Міне. Мына жерде бұрыштардың барлығын біз алып тастайтын боламыз. Одан кейін осыдан кейін барып қана біз не істейміз? Осыдан кейін барып қана біз бұны жасап болдық, бояймыз. Бояуды архетипирование деп атайды. Одан кейін тағы да бұл линия жизни деген болады. Біз осы запросымызды не істейміз? Әлемге жібереміз. Ол запросты әлемге жіберу үшін сәл жуандау маркер алуға болады, немесе осы маркердің өзімен жұмыс жасай беру болады. Ол үшін біз не істейміз? Мына линия жан-жаққа кету керек. Мына линия жан-жаққа кеткен кезде ол жоғарыдан төмен қарай жүреді, немесе қиғаш жүруі мүмкін. Ендеше соны линияны көрсету үшін сол линияны, бір линияны сызып қазір көрсетемін. Сосын уақыт қалып жатса ар жағынан бояуға отыратын боламыз. Енді мына жерде тұрған линияны жаңадан қайтадан линия салуға болады. Ал мен осы дайын линияның үстінен бір линияны жіберетін боламын. Міне, основной линия не істейді? Мына жақтан былай кету керек. Мысалы, маған көзіме көрініп тұрған осы жер. Осы жерді мен толық жуандатып жіберемін. Жуандатып үстінен қайтадан түсіреміз. Мына жерде үстінен түсетін линияларды баттастырып үстінен бояу міндетті емес. Өйткені бұл жаңағы жүйкенің талшықтары бірінің үстіне бір шығып жатады. Міне. Кейде сол жерде өткен кезде қалыңдатып өтуі мүмкін. Міне.
Енді бұл жерде тағы да не пайда болды? Үш бұрыштар пайда болады. Бұрыш пайда болады. Ең бастысы терапия осы бұрыштарды алып тастауда. Біздің санамызға жаңа тазарған өзгерістер енгізу үшін біз не істейміз? Осы бұрыштарды алып тастаймыз. Бұны бір линияны кетірдік. Тағы бір линияны мен мына жақтан аламын. Мына жерден тағы бір аламын. Мысалы, мен бұлай жібергім келіп тұр. Бұл линияны. Міне. Енді бұл жерде не істейміз? Ең бастысы мұнда біздің жаңа осы нейролинияларды сызып алу бастысы. Линияларды сызып аламыз. Бұл жердегі пайда болған бұрыштарды қайтадан жұмсартып шығамыз. Міне. Мына линияны біз қайтадан жуандатуымызға болады. Жуандатамыз. Линияны тағы да жуандатамыз. Бізге көзімізге түсу керек бұл линия. Аны қайтадан жуандатып, жанынан тағы да сызықтар өткізе беріңіздер. Міне. Көрініп тұр, е? Көрініп тұр. Міне. Бұл линия бұлай кетеді. Ең бастысы мына жерде біз терапиядан өтуіміз керек. Осы арқылы бізде терапия жүреді. Осы кезде біздің бойымыздағы қорқыныш, уайым, стресс шыққан кезде денелеріңіз ауыруы мүмкін, көзден жас шығуы мүмкін, бүйрек шаншып кетуі мүмкін, беліңіз қақсап кетуі мүмкін, әртүрлі жағдайлар болады. Бұл нәрсе адамның ішіндегі эмоцияны тазалаудың бір жолы. Міне, жақсылап қарап алыңыздар. Сонымен записімізді тоқтататын боламыз. Көріңіздер.